Баршаңызға сәлем оқушылар. Бүгін бізде қоспаларды бөлу әдістері тақырыбы. Бірінші әдісіміз бұл бізде, яғни магниттік бөлу. Кейбір заттар қоспадан магнитті қолдану арқылы бөлуге болады. Яғни бұл бізде магнитке тартылатын элементтерді. Магнит темірді, никельді және кобальт тартатындықтан оларды басқа заттардан бөлуге болады. Мысал ретінде темір мен күкірттің қоспасын бізде темірдің, яғни магниттік қасиетін пайдалану арқылы бөлуге болады. Келесі бізде тығыздығы әртүрлі сұйықтықтарды бөлу. Яғни бір ыдысқа бізде тығыздығы әртүрлі араласпайтын сұйықтарды араластырса, яғни тығызырақ сұйық бізде төменге, ал тығыздығы жеңіл сұйық жоғарыға шығады. Яғни бұл жерде біз бөлгіш құйғы арқылы қоспаның бұл түрін бөлуге болады. Мысалы, май мен судың қоспасы. Яғни майдың тығыздығы бізде судан жеңіл болғандықтан ол жоғарыға шығып кетеді. Осы әдіс арқылы біз бөле аламыз май мен судың қоспасын. Келесі бізде заттарды ерекшелігіне сай бөлу. Таза заттар суда ерекшелігі, яғни әртүрлі болады. Кей заттар суда жақсы ерісе, кейбір заттар бізде суда нашар ериді. Заттардың ерекшелігі ортаның жағдайына байланысты болады. Мысал ретінде мыс 2 хлориді тұзы мен күкірт араласпан қоспаны бөлудің жолын көрсетейік. Бұл қоспаны бөлуде заттардың суда ерекшелігі әдісін қолданамыз. Мысалы, қоспаны суға салып араластырамыз. Нәтижесінде мыс 2 хлориді суда жақсы еріп, күкірт ермей су бетінде қалып қояды. Мына жерде астында суреттері көрсетілген. Яғни А жағдайында мыс хлориді мен күкірт қоспасын берген. Яғни осы Б суретінде осы екі затты бізде, яғни суда еріткен. Қалған енді осы қоспаны құйғыдан сүзгі қағаз арқылы өткізген. С суретінде күкірт сүзгі қағаздан өтпей қалып қояды. Күкірті бар дымқыл қағазды кептіріп, күкіртті бөліп аламыз. Тұз ерітіндісінен таза тұзды бөлу үшін ерітіндіні қайнатып буландырамыз. Яғни С-да қоспаны сүзу суреті көрсетсем, Д суретінде бізде тұз ерітіндісінен қыздыру арқылы таза тұзды бөліп алу көрсетілген. Келесі бізде айдау, яғни дистиллеу әдісі деп аталады. Заттардың балқу және қайнау температурасы әртүрлі болады. Қайнау температурасы әртүрлі сұйықтықтардың қоспасын айдау әдісі арқылы бөлуге болады. Мысалы, спирттің сулы ерітіндісінен спиртті, теңіз суынан таза суды осы, яғни айдау әдісі арқылы біз дистиллеу әдісі арқылы бөле алады екенбіз. Бекіту тапсырмасы оқушылар сіздерге. Осы тапсырманы өздеріңіз орындап көріңіздер. Сау болыңыздар.